Сәлем достар, бұл Infinity компаниясының жаңа жобасы. Бүгінгі күннен бастап біз сіздермен компанияның ең қызықты сәттерінен күнделік ұсынып отыратын боламыз. Солай болса, бүгінгі бірінші күн Алматы қаласы аймақтық басшысы Дастан Қалыбекұлы ұйымдастырған үлкен Алматы көліне сапарымызды бастаймыз. Сіздермен бірге мен Бақытжан Абайұлы. Кеттік. Құрметті достар, үлкен Алматы көліндегі сапарымыз ары қарай жалғасады. Шаршамаймыз, ары қарай жылжимыз. Компанияның көшбасшыларымен шамалы сұхбат жасайық. Демалып отыр екен. Қайырлы күн. Көңіл күйлеріңіз қалай? Күшті, керемет. Компанияның акцияны орындау қиынға соққан жоқ па? Жоқ, ол біздің үнемі істеп жүрген жұмысымыз, және оны құлшыныспен жасаймыз. Өйткені денсаулыққа шақырамыз, жаңа өмірге шақырамыз адамдарды, бизнесқа шақырамыз, арман мақсатын орындауға шақырамыз, адамның өмірін өзгертуге шақырамыз. Сол себептен ол Инфинитиға шақыру қазір вообще қиынға соққан жоқ, өйткені өзім істеп жатқан 1,5 жылдан уақыт болды. Бұл бауға екінші рет міне келіп отырдым. Дастандың арқасында Инфинитидің жаңа осындай демалыстарды ұйымдастырғанның арқасында әлі де көп адамдарды келсін дегім келеді. Осындай жерлерге командамыз өсе берсін, Қазақстанның көрікті жерлерін көруге жазсын, әлі де шет мемлекеттерге шығамыз. Осындай саяхаттарымыз бітпесін дегім келеді. Баршаңызға сәлем. Қанша сағат жаттадыңыз бұл текстті? Ол жүректен шығып жатқан. Әрине бәрі жүректен. Жалпы үлкен Алматы көлі ұнай ма? Әрине, Алматинское озеро, бау деген тамаша ғой. Компания ше? Компания одан супер. Өзіңіз ұнайсыз ба өзіңізге? Өз-өзіме ғашыққаным ғой. Мен ұнаймын ба? Сіз енді ойлану керек мана. Ай, болмай қалды. Өтті. Көңіл күй қалай? Тамаша, супер. Жалпы жаңа айтып кетті ғой, акция орындау, жалпы компанияға деген көзқарасыңыз, жалпы как это все? Можно на русском? Мен қазақша жауап берейін. Сіз қазақша жауап беріңіз. Компанияға көзқарасым, бұл менің елге көзқарасым, өзіме көзқарасым, біздің еліміздің, жұртымыздың қанында қасиеті тасқан ер азаматтардың тірлігіне менің көзқарасым. Ризашылығым бірінші кезек. Шүкір тауба, бүгін еліміз аман, жұртымыз тыныш, бейбіт күнде Infinity деп аталатын өзіміздің отандық қазақстандық компанияда осындай керемет мүмкіндіктермен, өздеріңіздей адамдармен, мынандай таза ауада, тауда, бұл бір ғанибет. Үлкен Алматы көлінде бірінші рет, екінші рет, төртінші рет? Бірінші рет? Өзім осы жерде туып өссем де, Infinity компаниясының кереметін қараңыз, Infinityның атының өзі шексіздік қой. Шексіз мүмкіндіктер әлемі. Аймақтық басшының керемет ұйымдастыра білген тапқырлығы менің бұрын келмеген жеріме аяқ бастырып тұр. Ой, бәрекелді. Аймақ басшысына рахмет, үлкен Алматы көліне рахмет, Infinity компаниясына рахмет, сізге рахмет. Сізге үлкен рахмет. Еще один вопрос. Что вы можете сказать о компании Infinity? Что я могу сказать? Я рада, что я встретила такую компанию, что я тут работаю. Компания мне нравится. У меня профессия сама, я медик, физиотерапевт, так что я и до этого помогала людям. Теперь я думаю, что это у меня пойдет вдвойне еще больше. Я смогу помогать людям. А вы головные боли лечите? Лечу. Я мануальный терапевт. Йоу, дайте номер, пожалуйста. Без проблем. Ал енді біздің компанияның ең басты байлығы өнімдері жайлы сұрайық. Кеттік. Кешіріңіздер, тағы да мазаларыңызды алуға бола ма? Жалпы компаниядағы өнімдер жайлы бірер сөзбен енді айтып жеткізу мүмкін емес дегенмен. Infinity компаниясының өнімдері бүгінгі таңда заман талабына, экология талабына сай, бүгінгі таңда қоғамдағы үлкен дерт болып отырған көптеген сұрақтарға жауап бере алған өнім, біріншіден. Екіншіден, бұл өнімдердің таңдап алынғандығы
Қазақстан территориясында осының таратылғандығы бұл елдің бағы деп түсінемін. Ұлттың саулығына, баланың саутуына, ұлт саулығының ұзақтығы, ұзақ өмір сүру, біздің қарттарымыздың өз жасында, 70-80 жасында өздерінің даналығын жоғалтпай өмір сүруі, бұл Infinity компаниясының сапасында жатыр, өнімінде. Сондықтан бұл өнімдерді жеке-жеке қарастырсақ таңнан таңға айтуға болады. Осы 3 жылдың төңірегінде осы кішкентай компанияның өзі қарап отырсаңыз әлемдік деңгейге қанат қағып отыр. Неге? Себебі адамзаттың бүгінгі таңдағы ауқымды мәселелерін шешуге бірден бір талпыныс жасап және соған жауап бере алып отыр. Ой, көп рахмет. Бір сөзбен Infinity компаниясының өнімдерін қалай сипаттар едіңіз? Бір-ақ сөзбен. Infinity компаниясы бүгінгі таңдағы денсаулық бренді. Ой, бәрекелді. Керемет, көп рахмет. Құрметті достар, бұл өнімдердің берген нәтижесі жайлы сіздер көріп, біліп, естіп жүрген шығарсыздар. Бірақ бүгін бізбен бірге саяхатқа шыққан Ұлжан ханымның өз аузынан естейік нәтижесін. Көңіл күйіңіз қалай? Тамаша, керемет. Бүгін міне бауға бірінші рет келіп отырмыз. Осы аймақтық басшыларға үлкен алғысымызды білдіргіміз келеді. Сондай-ақ бұл компаниямыздың продукциялары сөзбен айтып жеткіліксіз. Өйткені қаншама жас отбасыларының бақытына бөленіп отырмыз. Өзім де сол бақытты отбасылардың қатарынамын деп айта аламын. Әрине, әуелі Алла, екіншіден осы компания продукциялар басшыларымыздың ұйымдастырған продукцияларының алып келген жеткізген арқасында осындай жаңа жақсы жетістіктерге жетіп отырмыз. Өзім сәбилі болдым, аңсаған арманыма жеттім десем де болады. Сондықтан сіздерге көптен көп алғысым шексіз. Және өзіммен қатар, өзім де жаңа осы нәтижемен бөлісе отырып, өзімнен кейінгі 3 келіншек сәбилі болды десем де болады. Ой, бәрекелді. Міне, бұны менде сөз жоқ айтатын. Денсаулықтарыңыз зор болсын, табыстарыңыз мол болсын. Кеттік. Жалпы достар, үлкен Алматы көлі жалпы біздің компанияны еске салады. Себебі бұл жерде де баспалдағымен, рет-ретімен көтерілу керек. Ең басты жүректе сенім болсын. Алға. Ал, бисмилля. Қалмаңыздар, кеттік. Бүгінгі сапарды ұйымдастырушы Дастан Қалыбекұлы ана жерде отыр екен, ойланып барып сұхбат алайық. Дәкке, ассалаумалейкум. Алейкум. Қалай? Демалыс үшін біріншіден рахмет, екіншіден көңіл күй қалай? Өте тамаша, көңіл күй өте жақсы. Міне аз ғана уақыттың ішінде акция орындап, біздің әріптестеріміз осындай керемет акцияны ұтып алып, осындай керемет табиғат аясында демалысқа келіп отыр. Осындай бізге үлкен мүмкіндік берген компания басшыларына рахмет, компаниямызға рахмет. Өйткені бұл шексіз мүмкіндіктер компаниясы. Бәрекелді, естідіңіздер ғой, шексіз мүмкіндіктер, сол мүмкіндіктер жіберіп алмаңыздар. Дәке, ойлануға кедергі жасасақ ренжімеңіз. Жақсы. Достар, байқағандарыңыздай, демалыс би кешімен жалғасуда. Кеттік жігіттер, көңілдірек! Арайлы таң, көңілді ән, көңілді көктем тамаша, көңілді күй, өмірді сүй, гүлденген әлем жаңаша болса, қызығы көп махаббаты мол сол жылдар. Мейірім жүрек, батыр жүрек, салтанат құрса, махаббатқа толса жүрек, тап-таза болса. Ғашықтардың салшынына ойламау жеткен түбіне, күнде түнде, түнде күнде ойлай бер жақсы ой күнде, күнде түнде, түнде күнде ойлай бер жақсыны күнде. Алматы қаласы аймақтық басшысы Дастан Қалыбекұлы ұйымдастырған сапар әрі қарай жалғасуда. Үлкен Алматы көлінен кейін біздің әріптестеріміз керемет Кәусар бұлақ демалыс орнына демалуға келген болатын. Осы жерде тамақтанамыз, сырласамыз, сұхбаттасамыз. Кеттік, жүріңіздер.
махаббатқа толса жүрек тап-таза болса, ғашықтардың сал жүніне ойламау жеткен түбіне, күнде түнде түнде күнде ойлай бер жақсы ой күнде, күнде түнде түнде күнде ойлай бер жақсыны күнде, ғашықтардың сал жүнінен ойламау жеткен түбіне, күнде түнде. Достар, міне осымен бүгінгі демалысымыз аяқталды. Барлығы көңілді, барлығы күшті. Көңілге қалай? Құрметті достар, құрметті әріптестер, сіздерге де осындай керемет көңіл-күй сыйлаймыз. Биікке ұмтылыңыздар, талпыныңыздар, шыңнан шығуға ұмтылыңыздар. Алдарыңызға үлкен мақсат қоя біліңіздер. Мақсаттарыңыз үлкен болса, алар асуларыңыз да биік болар сөзсіз. Осымен біздің бірінші күнделігіміз тәмам. Бірге болыңыздар. Шексіз мүмкіндіктер әлемінде тағы да жолыққанша.